Мен Ширяев Алексей, Қазақстан Республикасының шекара қызметі, Аралас авиациялық эскадрильясы, Нұр-Сұлтан қаласы кеме командирінің көмекшісі лауазымдамын. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің руханият орталығы қазақ тілі оқыту курсының тыңдаушысымын. Қазақстан менің отаным. Мемлекеттік рәміздер қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы деп білемін. Осы орайда барша азаматтарды рәміздер күнімен құттықтай отырып, еліміз аман, бірлігіміз бекен болсын дегім келеді.